Баршаңызға сәлем, менің құрметті YouTube көрермендері. Мен сіздермен бүгін алдыңғы видеомда салып қойған қоян тортымның сыртқы кремінің рецептімен бөліскелі отырмын. Бұл кремге небары 3 зат қажет болады. 500 грамм сыр, творожной сыр, крем-креметті, я болмаса крем-чиз деген сырларды алсаңыздар болады. Және де бөлме температурасындағы 82%-дан жоғары сары май, сапалы сары май болуы қажет. Сары май 120 грамм және 70-80 грамм қант ұнтағы қажет. Ал бояды өздеріңіз қалағанша кез келген түске бояй бересіздер. Және бұл кремді миксерлеп болғаннан кейін кішкене осылай күрекшемен астына үстіге қарай жаға отырып, айналдырып, тағы да ары қарай кішкене араластырып біріктіреміз. Ұзақ уақыт миксерлей беруге болмайды. Себебі сары майдың суы шығып кетеді. Ал енді кремді тортқа жағатын кезде тортымыз міндетті түрде өте салқын, тоңазытқышта кем дегенде 3-4 сағат тұрған осындай мұздай тортқа жағуымыз қажет. Және тортты тегістеу барысында кремді бірінші торттың кішкене қисықтау, аласалау болып тұрған жеріне көбірек жағып алуымыз қажет. Сол кезде тортымыз бір тегіс әдем болып шығады. Шпательді ұстаған кезде де түзу ұстамай, сәл қиғаштау етіп ұстаймыз. Міне тортымыз дайын болды. Осы торттың толықтай видеосы менің каналымда бар. Каналыма тіркеліп лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.